Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен сырный омлет жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бір стакан сүтімді құямын. Оның үстінен бір дана жұмыртқамды саламын. Және де дәміне қарай тұзымызды мөлшерлеп саламыз. Оның үстінен ұнды саламын. Енді осының барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Қамырымыз аздап қоюлау болуға тиісті. Мінекей дайын болған қамырдың үстінен үккіштен үккен ірімшігімізді салып шығамын. Және де аздап қана араластырамыз. Мінекей ірімшігіміз батқанға дейін жақсылап араластырамыз. Және де пешімізде қызып тұрған табамызға аздаған сұйық майымызды жағып, оның үстінен қамырды құямын. Табан мөлшерімен оны айналдырып шығамын. Және де қақпағын жауып қоямыз. Мінекей астыңғы жағын аударып, екінші бетін пісіріп аламыз. Мінекей асты дайын болды. Оның бетін жауып, келесі бетін піскенін күтеміз. Және де қамырдың пісіп-піспегенін осындай зубочистка арқылы көрсеңіз де болады. Мінекей менікі әлі піспеді, сол себепті бірнеше минуттарға қоямыз. Мінекей дайын болды. Оның үстінен қара және ақ кунжутпен әрлеп шығамын. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш қоссаңыз болады. Менің таңғы асқа деген омлетім дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.